Бүгін облыстық әкімдікте Абай облысының қоғамдық кеңесінің бірінші отырысы өтті. Отырыстың күн тәртібіндегі басты мәселе кеңес төрағасын сайлау. Жиынға облыстық мәслихат хатшысы Қуаныш Сүлейменов, облыс әкімінің орынбасары Шалқар Байбеков, қоғамдық кеңес мүшелері және бақ өкілдері қатысты. Ашық дауыс беруден кейін Семей қаласының бұрынғы әкімі Мейрамхат Айнабеков облыстық қоғамдық кеңес төрағасы болып тағайындалды. Қоғамдық кеңестің алғашқы отырысында мүшелік еткен адамдардың шешімі бойынша төраға етіп сайландым. Ендігі жұмыс кеңес құрамымен ақылдасып жоспар құру. Ең басты міндет халық пен билік арасында көпір болу. Халықтың әл-ауқатын жақсартуға атсалысу, деді Мейрамхат Кәрібекұлы. Көкпекті ауданының әкімі Ділдәбек Оразбаев жұмыс сапарымен Толағай ауылына барып, әлеуметтік нысандардың жағдайымен танысты. Аудан басшысы ең алдымен Куйбышев атындағы мектепке ат басын бұрып, білім ордасының оқу жылының дайындығын бақылап қайтты. Кейін Толағай ауылдық медициналық пунктінің жағдайымен танысты. Жалпы, әрбір ауылдың әлеуметтік нысандары әрдайым тұрғындар үшін қызмет көрсетуге дайын болуы тиіс, дейді өңір басшысы Ділдәбек Тәжібайұлы. Абайдың Жидебай бөрілі мемлекеттік тарихи, мәдени және әдеби мемориалдық музей қорығында Петропавл қаласынан келген Ордасол Абылайдың атты жылжымалы көрмесі өтті. Іс-шараны Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің мәдениет, тілдерді дамыту және архивісі басқармасының Абылайхан резиденциясы Абайдың Жидебай бөрілі музей қорығы ұйымдастырып отыр. Аталған көрмеде 30-дан астам экспонат ұсынылды. Олардың ішінде бірегей экспонаттар 18 ғасырда жоңғарлардан отанын қорғаған Есіл ауданының Көктерек ауылының тумасы Қазыбек батырдың найзасының ұшы, Абылайхан серіктерінің бірі Құлеке батырдың найзасының элементтері, қазақ жауынгерлерінің қару-жарақтары, құжаттар мен суреттер. Көрменің басты мақсаты өз мемлекетінің тәуелсіздігі мен оның басқару уақыты үшін күрескен ұлы мемлекеттік қайраткер Абылайхан туралы замандастардың білімін байыту. Ұйымдастырушылардың айтуы бойынша Абылайханды біз жан-жақты насихаттап танытуымыз керек. 2018 жылы Петропавл қаласында Абылайхан резиденциясы музей кешені ашылған болатын. Біздің резиденциямыз елімізде Ұлы ханның өзіне арналған қайталанбас музейлердің бірі. Семей біздің келіп отырған алғашқы қаламыз емес, республикамыздың әртүрлі аймақтарында болдық. Атап өтсек, Қостанай, Ақмола облыстары. Алдағы уақытта Павлодар облысына ат басын бұруды жөн көріп отырмыз, деді Абылайхан резиденциясы музей кешені директорының орынбасары Қыдбекова Асемгүл Ерғалиқызы. Аягөз ауданында облыс әкімі Нұрлан Нұрахаевтың тапсырмасы аясында аудан әкімдігінің үлкен мәжіліс залында кент, ауылдық округтер әкімдері, кәсіпкерлер және шаруа қожалықтарының басшылары, халық банк қызметкері, даму кәсіпкерлікті дамыту қоры акционерлік қоғамы өкілінің қатысуымен жиын өтті. Іс-шараның басты мақсаты кәсіпкерлікті қолдап, оны дамыту болды. Жиын барысында кәсіпкерлерге мемлекеттік бағдарламалар арқылы рәсімделетін несиелердің бағыттары мен несие алу жолдары түсіндірілді. Сонымен қатар мемлекеттік бағдарлама арқылы Аягөз қаласының 3 кәсіпкері несие алуға ниет білдіріп мақұлдау алды.